Көріп ола береді өздері. Иә, Так, басталды запись. Қазір Excel көріп тұрсыздар, иә? көрініп тұр, иә. Так, қараңдар, өткенде мен мынаны жібердім ортаға. Так, мынау осы 2024-те болған республиканский чемпионатта болған нелер. Оборудование тізімдері и расходный материалдардың тізімі. Мен Мгм. және мына тізімді жібердім сіздерге. Мына тізімді. Осы тізім, мына тізім. Ол осының ішінен алынған. Және қосымша дополнительный мен қостым өзім. Сіздерге дағы өзімнің тәжірибемнен да керек заттар ретінде тағы дополнительно қосқандарым. Так, осы бойынша сөйлейтін болсақ, бірінші рабочий станцияны олар алып беретін болды бізге материалдардың бәрін. Сонда құрамыз, құрастырамыз. Так, кабель, кронштейн, лоток и оны бекітетін оларды да алып береді. Полный. Так, аппарат, сварочный аппарат. Ол өзіміз алып келеміз. Скальватель, оптиканы кесетін несі, инструменті. Так, кросс оптический. Так, нарада сандар көрсетілген, соған өте мұқият болыңыздар. Үш дана керек бізден. Нарада. 3 дана кросс керек. 19 дюймдік. Яғни 1 юниттік. Кросстың 2 юниттіктері бар, 4 юниттіктері бар. Но бізге 1 юниттік жарайды. Так, оптический бокс. Бұл стенаға ілінетін и ішінде комплекте болу керек. Укомплектован жасап болғанмен LC адаптері болу керек ішінде. Өзі адаптерлердің немесе жаңа пиктельдердің коннекторлердің екі түрі болады. Андай несі бастары UPC болады, APC деген болады, екі түр болады. Бізге именно осы UPC керек. Өзі 4 түрлі коннектор бар өзі. SC, LC, ST, FT дейтін бар. 4-еу бар. Соның LC дейтін несі керек жаңағы. Адаптері керек ішінде. Комплектациямен жүру керек қысқасы мынау. Комплекті болу керек. Оны жеке-жеке алмайсыздар. Одан кейін набор патч-панель. Бұл да 3 дана. Так. Бұл патч-панельдің категория 6 үшін алғанбыз нарда. 6 категория 6 үшін де. Егер осы болса сіздерде тіптім жақсы. Бала өте жылдам жұмыс істеу үшін керек болады. Балаға өте жылдам. 6-ның 2 түрі бар өзі. Жалпы патч-панельдің де 2 түрі бар. Мен қазір интернеттен көрсетейін сіздерге. Қазір көрініп тұр ғой сізге. Көрініп тұр ма? Интернет несі бәрі. Иә, көрініп тұр. Міне мына суретті не жатырмын жалпы. Үлкейтіп көрсетіп жатырмын. Міне мынау мод неде мыналар? Устроение қатып ішінде тұрады да осылай. Бұлар бұл да болады, болмайды емес. Бірақ біз уже 4 рет қаттық чемпионатқа. Бізде Семей облысы сәл шустрилеу. Бұлар бұндай ойнамайды екен да. Мынау сәл қол ұстайды. Қол ұстатады мынау, короче. Мына түрі қол ұстайды. Енді осының жаңа екінші түрі бар жаңағыдай. Наборный дегені бар. Наборный. Қазір оны да мен сізге көрсетемін. Ол қандай болатын. Мына жерде ол суреті. Міне, мында тұр суреті. Қараңдар, мынаның ішінде өзі көрдіңіз, мынандай модульдер бөлек-бөлек болады. Горизонтально тұрған айтып. Мынандай бөлек-бөлек болады. Қазір кешірім сұрайын, телефоныңыз ұнап қалыпты, бір сөйлесіп алайын. Анау тұр ғой, горизонтальный ма, патч-панель корда бар деген. Осыны айтып отырсыз.
Bilmiyorum. Так, мына сурет көрініп тұр ғой, иә, міне осындай набор, мынау оң жақ бетте суретте тұр ғой, міне мынандай түрлері бар, міне көрдіңдер ме? Осы өте жылдам балаға ше. Өйткені себебі мына модульдерді алдына алып алады да, тақ 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 етіп кабельді маған қысады да, одан кейін апарып маған тыға салады, болды, бітті. Ал жаңағы мен көрсеткен бар ғой, мынандай түрлері бар ғой, мына артында мынандай тұратындар. Ол панельмен бірге алдына алып келу керек, бүйтіп бүкіл кабельді шұғытып әкеліп ше. Ол былайша айтқанда баланың қолын ұстайтын вариант екен бұл. Соны біз көріп қалдық неден, семей постоянно осында жаңағыдай нәрсе пайдаланады екен. Бәсе баласы не деген жылдам деп қоямыз. Сөйтсек мына нәрсемен жылдам жұмыс істейді екен да. Мүмкін болса осыны алдыртыңдар, осы сәл қымбаттау жүреді анадан қарағанда, зато бірақ жақсы. Бірақ арзандар да бар сияқты бұның. Арзан варианттар да бар. Категория 6-ға да, категория 5-ке де осы жарайды, осы әдемі. Осындай варианттарды табу керек. Енді мен не айтып отқаным сіздерге, жалпы комментарий айтып отқаным да, бұл қатып қалған қағида жоқ. Мынандай түрінде ала беріңдер, проблема жоқ. Қай түрі болса ала беріңдер. Мына жердегі списокте тұрған мынау наборный патч панель деген осы. Одан кейін модуль Kingston деген осына патч панельге мына екеуі ұнаған ғой, міне. Мына астындағысы соған категория 6-ға мынаған арнап алуымыз керек болады. Категория 6-ға осы керек болып тұрсында. Енді патч панель модуль 5 категория, ол жаңа мен көрсеткенім қарапайым простой. Бұнда сол жаңа модульный, наборный алсаңыздар тіпті жақсы. Болмаса осылай алсаңыздар. Бұда сол 3 штук керек болған, бұдан да. Патч панель 5-тен де 6-тан да 3 штуктен керек. Так, органайзер кабель, горизонтальный, так, бұл кабельдің жаңа алдында тұратын несі ғой. Кабельдерді жинап, салып қоятын мынандай ғой, мыналар ғой. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Осыдан алу керек. Так, бұл жерде қанша штук жазылған? Бұл жерде 6 штук жазылған. Бұл 6 штук 2 неге ғой, 2 стойкаға ғой. Бір стойкада 3 болады. Кросс, 2 патч панель. Сонда 6 болады общий. Сол 6-ны 6 керек болып тұр ғой. Бір стойкаге керек емес сонда. Одан кейін стойка бұны алып келесіздер 2 штук, 24 юниттіктен 2. Және стойка, екінші стойка бар. Бұл 9 юниттік. Өткенде мен суретін ортаға жібердім ғой, дейме? Шкаф па, типа? Өткенде суреттен ортаға жібердім ғой, деймін. Или патшаған саған жекеңе жібердім ба? Шкаф па, ну, шкаф па? Шкаф, сол, дәл өзі. Мен көрсеткен саған берген суретімдегі сол шкаф дұрыс, өткен жан-жағын бар ашық оның. Балаға да жұмыс істеуге ыңғайлы. Егер таппасыңдар, онда андай жабық закрытие деп бересіңдер болады. Так, ноутбук. Жоқ, получается, екеуі ғой, дұрыс па? Оныға 2 монтажный не керек? Стойка керек. Стойка 24 юниттен 2 керек. Одан 2 керек, анадан отдельно біреу керек. Анадан отдельно біреу керек. Үшінші стойка ғой сонда бұл. 3 стойка болсында бізде, көрдіңдер ме? 24-тіктен 2 болады, 9-дан 1 болады. Сонда 3 стойка деп есептей беріңдер. Мынау енді шкаф қой, анда кішкентай. Стоянный іліп қоятын шкаф қой. Так, нара ноутбук 2-де көп қапты, қате. 1 ноутбук. Бірақ ноутбук жеткілікті. Так, камера 1, IP камера болу керек. Так, муфта 1 штук. Бұл да комплектация, комплекті жүреді бұл да. Муфтаны алған кезде абай болыңыздар. Комплект алу. Ішінде жаңағы гильзасы, кассета, басқа ішіндегі бүкіл нелер керек. Наборлар бар ішінде. Соның бәрін бірге алу. Осындай комплект болмайды ғой, получается? Жоқ, болады негізде. Кейбіреулерге комплектсіз бере салу мүмкін да, бірақ магазинге керек та, бізге комплект керек деп айту керек та. И абайлаңыздар, бұның ішіндегі гильзалар 40-тық болады, яғни 4 сантиметр ұзындығы. Ал мына кросстың ішіндегі, мына 6 қатарда кросстың, бұның ішінде 60-тық болады. Мынада 60-тық болады, а мынада муфтада 40-тық болады. Өткен кассетасы кішкентай оны, сыймайды ішіне 60-тар. 60-тық беру жері мүмкін. Анау республиканский жарыстарда
солай алып келген кездер болды. Сөйтіп қайтадан 40-ты қалдыртып сөйтіп істегенбіз. Сыймай ма? Муфтаның ішіне сыймайды ғой, Сыймайды, муфтаның ішіне 60-тар сыймайды кассетаға. Одан кейін коммутатор пое керек, минимум 5 порттық жарайды. Арзан түрі осы 24-тік алуың қажет жоқ, қымбат олар. Мынау 5 порттың ала саласыздар, жетеклекке сол. Одан бір дана. Так, набор чавадан. Енді ол обязательно алу керек, өйткені волокномен жұмыс істеген екен, набор чавадан керек, оның ішінде бүкіл комплектация несі болады оның. Инструменттер болады. Берді анау мынау бәрі болды, дұрыс па? Иә, соның ішінде болады. Осы өткенде көрдім, дейді, Каспийден көрдім. Сосын анау сату дейтін сайттан да көрдім. Сол әлі баяғы баға, сол 70 мың, 80 мың деп тұр. Сол төңіректе бағалар. Қымбаттамапты. Так, кейсбокс. Бұл анау қосымша. Бүкіл инструменттерді пластика болса, отвертканы мыналарды сап қойғанға, шурповерлерді сап қойғанға керек осы кейс. Анау баланың рабочий зонасы ыбырсып жатпас үшін соған сап қояды. Әсіресе ана нелер сап қояды жаңағы. Хомуттарды қысатын. Хомуттарды нелерді сап қояды соның ішіне. Сондықтан осы керек обязательно. Алып алыңыздар. Так, набор инструмент для заделка жаңағы UTP кабельдерді, медовый кабельдерді сатын, үйтетін, бүйтетін осы комплектация болды. Сол набор болу керек обязательно. Одан кейін медиа конвертер. Бұдан 2 штук керек міндетті түрде. Так, медиа конвертерді мына жерде жазбапты, қандай несі бар екен. Бірақ мен мына списокте оны анықтап жаздым ау деймін қазір. Списокті көрейін. Ол медиа конвертер ана неге ма? Ол камераға ма? Неге өзі? Переходник па? Міне медиа конвертер мен жазып қойыппын мынарға міне 16. Так, медиа конвертер мынандай нәрсе ғой. Оптиканы UTP жаңағы медовыйға түрлендіріп береді ғой. Міне қазір. Оптика медовыйға ма? Медовыйны оптикаға емес, медовыйға, иә? Немесе керісінше, медовыйды оптикаға айналдырып береді. Міне қазір неден көрсетемін сіздерге. Бұдан 2 дана аласыңдар. И міне мынандай түрі болу керек, міне. Разъем SC болу керек. Жаңа коннекторы, ненің коннекторы. Оптиканың кіретін коннекторы SC болу керек. Бұның 2 түрі бар. Қараңыздар. Мынау міне симплексный, яғни біреу ғана бар. Міне SC. Но как раз SC, мынау жаңағы RG45 біздің неміз қосылатыны ғой. Осының 2-ші түрі бар, мынандай түрлері бар. Мынау дуплексный, 2 не бар. Бұл керек емес, дуплексный керек емес. Мынау қымбат жүреді дуплексный. Именно сендер алатындарың осы мынау симплексный дейтін, бірақ мынандай біреу-ақ несі болады. Соны алып аласыздар. Түсінікті ғой, иә? Не, осыны алып аласыздар, болды, жеткілікті осымен. Соның именно SC деген алып аласыздар ғой, SC. Оны мен Excel'де мына жерде жазып міне, толық түсіндіріп беріп мына жерге міне. Осын, по-моему, расходный деп осын бердік қой, неге? Жоқ, бұл расходный, бұл кәдімгі оборудный инструмент, бұл кәдімгі инвертарный номер басылып, затта тұратын нәрсе бұл. А мына жерде бұл туралы айтылмапты, мына жерде контекст несінде айтылмаған, Excel'де. Қандай түрі керек айтылмапты да. Біз анасын бердік қой, негесі, оған бұны берген жоқ, арғысын ана өткенде жібердім ғой, соны бердік біз. Осы жақтан мен алып кемшіліктерін түзеткен ғой мен. Енді расходный материал. Бұлар енді действительно кесіліп тасталатын расходный материалдар бұлар. Так, кабель оптический безбронированный. Так, но А24 деген ішінде 24 волокносы бар, А4 деген ішінде 4 волокносы бар. Так, олардың толщиналары 1 микрометр. Яғни 1,01. Так, бір қасушыға минимум 60 керек. 50 де болады негізінде. 60 деп қойдым сәл, артық қойған, артық. Анадан 40 деп қойған, бірақ 30-да жеткілікті оған. Мынау. Енді оптический пачкорд. Қараңыздар, бұл жерде өте сақ болыңыздар. Оптический пачкордтан, так, бізге 4 штук керек. 4 штук. Так, именно бізге бұл пачкордтан дуплексный болу керек. Мына жерде ол да айтылмаған ау деймін. Пачкорд, айтылыпты міне, мына жерде дуплекс деп тұр міне. Так, қараңыздар, LC болу керек, бір басы LC UPC болу керек, екінші басы SC APC болу керек. Мына жерде, по-моему, қателесіп кеткен. Екеуі де LC болады. Мынау қате мынау. Мына списокті қарайын қазір. Так, бұл жерде оптический пачкорд. Дұрысы мынау міне. Дұрысы мынау.
Екі басы да LC, апси, LC, апси болу керек екеуде. Бірақ дуплекс. Дуплекс деген екеуі бірге жүреді. Міне қазір суретін көрсетейін. Міне мыналар ғой дуплекс дейді оққаны. Міне екеуі де басы LC. Көрдіңдер ма? Екеуінің де басы LC. Осындай аласыңдар. Бұдан 4 штук алу керек. Мына жерге 4 штук деп көрсетілген. Мына жақта Бұл да қазір анау неге? мына списте де Бұл- 4 штук деп көрсетілген. Айта бер патшахан. Ана не кросстың ішіндегі нелер ғой бұлар, дұрыс па? Жоқ, бұл кросстың ішінде тұрмайды, кросстың наоборот сыртында тұрады. Кроссқа А. біз пачкорд пайдаланамыз. Ол қазір кросстың ішіндегі ол пиктель деп айтады. Ол енді келеміз оған. Ол жайға келмейміз оған айтпақтай. Ол уже кросстың ішінде келеді комплект болып. Түсіндің ба? Міне кросстың ішінде, кросстың ішінде пиктель деген нәрсе бар. Пиктель. Так, LC, апси деп қойын. Коннектор сияқты екен ғой мынау. Міне, пиктель деген бұл мынандай нәрсе. Бір басында коннектор бар да, екінші басында сваркіге дайын тұрады. Осы комплекті ненің ішінде жүреді, кросстың ішінде жүреді бұл. Түсіндіңдер ма? Сол кросстың ішінде алу керек комплект. Ona списте жазылмаған ол. Списте жоқ пиктельдер. Так, енді қараңдар, келесі оптический пачкорд екінші түрі бар. Так, 2 штук керек одан. А вот осыдан қарасаңдар, міне. Бұл симплекс. Яғни біреу-ақ. Жаңа дуплекс болса екеу болса, мынада біреу-ақ. Оның қараңдар, бір басы LC, апси. Екіншісі SC, APC. Көрдіңдер ма? Мынау UPC, LC, UPC. Анау SC, APC. Екеуінің айырмашылығы бар. Осындай аласыздар. Бұл мына пачкордты біз мына басын SC-ін медиа конвертерге тығамыз, ал мына басын жаңағы кроссқа тығамыз. Яғни камера қосу үшін пайдаланамыз bunu екеуін. Осы екеуі керек. Так, ары қарай. Кабель категория 6, бір бухта, категория 5, бір бухта керек. Самый простойларын алыңдар, қымбатын алып жүрмеңдер. Себебі қымбатын алсаңдар, оның ішінде фольгасы бар, сымы бар, басқасы бар, балаға вообще қиын болады жұмыс істеу. Барынша простойын алыңдар, алтынның арзан түрі бар, балаға өте оңай қолға жұмыс істеуге. Еще анау қымбаттары капачок сыймайды басына. Коннекторге кірмей быт болады осы тірлік. Сондықтан бұны алмай қойыңдар, арзан алыңдар. Так, коннектор категория 5-тен бір упаковка керек. Коннектор 6-дан одан да бір упаковка керек. Колпачок міне 100 штук, бір олда бір упаковкасына жеткілікті. Так, набор витая гайка дейді, анау болттар. Жаңағы анау кроссты, патч панельді стойкаға қатыру үшін. Бұл да бір андай немен жүреді? 50 штук болады бір ненің ішінде. Бір құтының ішінде, пакеттің ішінде 50 штук болады. Так, абонентская розетка категория 6-дан біреу, категория 5-тен біреу. Так, бұл кәдімгі стенаға қатырылады. Яғни оның арты бар деген сөз демек. Стенаның ішін ойып, артына кіріп келеді қарай. Тура ана үйдегі тұрған тоққа тығатын розетка сияқты стенаға орналасатын варианты бар түрі. Қазір неден көрсетемін, интернеттен көрсетемін. Анау абайлаңыздар, басқа түрін алып қалып жүрмеңіздер. Мен бұны айтпақтай неге бердім? Бұны алып беру керек бұлар. Бізге міне мына түрі ғой айтып отқаным, мынандай түрі бар ғой, міне осындай түрі бар. Мынандай темірген. Бұдан да простой түрлері бар. Мынадан да простой түрі бар. Міне түрі бұл. Самый простой түрі мынау. Осылай артында екі болып тұрады. Мына пластмассадан бәрі бұл темір емес. Мынау модуль кіріп тұрады. Соны қатыра салады ары қарай. По-моему, қазір списокті көрейінші. Списокті, по-моему, оны бізге алып береді. Мен қазір есіне шығып тұр ол. Так, аппарат расход материал. Алып беретін қарап шығайық. Так, жұмыс станциясын алып береді. Жаңа кабельдің екі түрін алып береді. Так, лоток алып береді. Оны бекітетін кронштейн алып береді. Розетканы алып береді екен.
Оны алмайсыздар оны. Бірақ өздерің дайындыққа алсаңыздар болады. Бұны алып береді бұны бізге. дайындық керек. Иә, дайындыққа керек өздеріңе оны алып аласыңдар. Соның екі түрі ғой мынау. Қай айтып қалды жаңа. Мына жақта қарап отқан едік қой біз. Мынау сол абонент розетка сол екі түрі. Именно мына түрін аласыздар ғой, міне ұмытып кетпеңдер. Осы түрі әдемі. Ең әдемі простой түрі осы. Осыны алып алыңдар. Оның анау несі алды мынандай болып тұрады, міне. Алды мынандай болып тұрады. Осы біреу, мынадай екеуліктер болады кейде. Екеулік емес, біреуін ғана аласыңдар. Біреулігін ғана аласыңдар. Сол жеткілікті. Ары қарай. Мынау енді хомут стяжкілер. Өлшемдері жазылған. Так, екі түрі бар. Үшінші түрі бар. Бұл биркамен дейді. Хомут биркамен деп отқаны мынандай түрі ғой. Өткенде суретінде жіберген болармын сіздерге. Тізімде. Ол негізі обязательно Жоқ, анаға или немен міндетті емес, бірақ бала не қояды ғой жаңағы, не дәлге? Таңбалайды ғой нені? Порттарды таңбалайды ғой. маркировка. Маркировка. Сол кезде балаға анау анамен маркировка жасап ыңғайсыз болады. Мынау бір оқпен екі қоян атасың. Әрі кабельді қысып кетеді бұл. Кабельді қысу керек. Плюс сол кабельге таңба қою керек. Мынау екі оқты бір оқпен, екі қоянды бір оқпен атады ғой. Кабельді қысасың, еще араға маркировка жасап бересің, тас етіп. Түсіндіңдер ма? Арзымайтын ақша тұрады. Каспийде де тұр деймін, по-моему, Каспийден көрген сияқтымын осыны десем. Анау Алиэкспрессінде де тұр ғой, 200 теңге, 500 теңге тұр, толып тұр. Так, одан кейін салфетка, бұл анау именно ненікі ғой, оптиканы тазалайтын салфетка бұл. Ол салфетка неде болмай ма, кестің ішінде болмай ма? Болады, иә, болады. Егер соны наборды алсаңдар, егер сол набордың ішінде болады. Так, спец одежда, міндетті түрде балада болу керек, защитный очки болу керек. Так, ботинка болу керек міндетті түрде. Соны ұмытып кетпесін, аяғына ботинка кию керек. И перчатки. Так, перчаткидің екі түрі болады. Кәдімгі құрылысқа киетін перчатки, потом медицинский перчатки. Үшінші түрі бар екен ғой. Саусақтары кесілген перчаткилер бар. Саусақтары кесілген перчаткилер бар. Осы перчаткидің үш түрі бар. Соны ұмытып кетпеңдер. Одан кейін спирт, кәдімгі аптекада сатылатын. Одан кейін мынау гидрофобно дейді, бұл ненің ішінде келеді, набордың ішінде. Егер набор алмасаңдар, онда бұл жеке сатасыңдар болады. Бұл анау несіндегі гельді ертетін май ғой бұл да. Бұның өзі де май негізде, спирт емес, бұның өзі де бір май. Майды ертеді бұл. Майдың өзі майды ертеді. Сөйтіп содан ерге майды спиртпен сүртіп алсаңдар, тап-таза әдемі болып сүртіледі. Так, мынау площадка. 20-да 20, 40-та 40 түрлері бар. Сол 20-да 20-сы әдемі екен, кішкентай әдемі көзге көрінеді. Мынандай не болса, арты клей одан жабысып қалады өзі. Бұл анау нелерді, кабельдерді қыстырғанға, бір неге стенаға, немесе кросстың ішінде пиктельдерді орап қыстырғанға керек нәрсе бұл. Так, мусор салатын не? Бірінде корзина, бір шелек-пелек алып келген дұрыс. Одан кейін пакет, сол мусорный пакетін сап қоя керек ішіне. Одан кейін сыпыратын сыпырғысы дес керек болады. Өйткені ол анау рабочий зонасының тазалығына ұпай алады бала алады. Сондықтан айналасын таза ұстау керек. Бала қолмен сыпырып жүрмесін. Жалпы міне, жалпы ертең жарысқа қатысатын керек нәрсе осылар. Мен мына списокте тағы дополнительно қосқан нәрселер болуы мүмкін. Мысалы үшін қараңыздар. Мына нәрсе айтылмай кетіпті. Мынау не? Бұл қосымша нәрсе бұл. Маркировкаға керек нәрсе мынау. Үш нәрсе мынау. Білесіздер ғой, мындай магазиндерде, сауда жасайтын магазиндерде бағаларды ценаны жазып қою үшін пайдаланады ғой. Мыналар ғой мен. Осылар. Осындай дабасында жақсы. Маркировка жапсыра береді. Так, тағы не бар? Маркер. Вот енді балаға маркер керек. Қара маркер, қызыл, әртүрлі бояй береді. Ручка керек.
Одан кейін мынау велюр, стяжный велюр. Бұл метрмен сатылады. Бұл да керек, мынаны да алу керек. Бұны не үшін алу керек? Себебі ана кабельдерді хамутпен бір не аламыз ғой, топтастырамыз ғой, категория 5-терді бөлек міне. Мына тұр ғой суретте. Кабельде категория 5-терді жеке буамыз, категория 6-ларды жеке буамыз. Соған керек болады ол нәрсе. Осында аласыздар. Енді тағы не бар? Еще не алып кетті. Фен. Фен керек. Шурфабер керек. Шурфабер алып кетті ордан. Мына құрылыс фендері, оны бізге ненің муфтаның пальцы саусақтарын үтіктеуге керек ол. Міндетті түрде. Сосын не жаңағы не албасын, шурфабер керек. Шурфабер не қатырғанға тез жұмысты аяқтауға бітіруге жақсы нәрсе ғой. Сол нәрсе алу керек. Енді мына нәрселердің бәрі қосымша заттар ретінде жазып қойған болатын мен мына жерде. Бұлар міндетті заттар емес, бірақ болса жақсы, балаға керек. Өжелеп 4 жылда жинаған опытыма мына нәрсе керек екен, алып қою керек нәрсе екен деген сияқты нәрселер. Шурфаберді мен нәқа қосып жеттім ғой мен. Шурфабер аяқтап қойып. Сосын изоленталарды алып алыңыздар. Лампа столға. Бала егер көзі көру қиын болса, осы нәрсені лампаны алып алыңыз. Өзінің столына алып жарып қойып тұрады. Так, жалпы осы сұрақтар бар ма енді осы оборудование бойынша? Яғни toolbox бойынша. Егер сұрақтар жоқ болса, онда тапсырмаларға көшсек. Сол тапсырмаларға көше берейік. 7 минуттай уақытымыз қалыпты біздің. Так, схемадан бірден бастай берейік, иә? Аха. Схема көрінді ма? Жоқ. Енді көрінді. Енді көрінді. Так, мынау модуль 1, яғни оптиканікі. Міне 3 стойка тұр. CD аттары. CD, BD и FD деп 3 неге бөліп қойған. CD, BD, FD. Мынау кішкентайы. 9 юниттік. Мыналар 24 юниттен екеу. Так, жалпы схема бойынша CD-ден шыққан 24 волокно ол муфтаға келеді. Мынау UGC деп оққаны муфта бұл. Ол муфтадан шығып, ол неге барады? BD-ге барады. BD-ден шығып, мынаяқтағы FD-ге келеді. FD-ден шығып, осы жерден 4 волокносы мынау стеной бокске барады. Міне жалпы көріс схемасы жүру траекториясы осы кабельдің жүру траекториясы. Енді бұл жерде әрбір жаңағы ішінде волокноларды деңгейге бөлген. Мына қара сызықтарды бірінші деңгей, жасылдарды екінші деңгей, қызылдарды үшінші деңгей. Әр деңгейге бал беріледі. Бұл жерде былай болып тұр. Бала үлгерсе, 3 деңгейде істеуге болады. Ал үлгере алмаса, онда 1-ді істесе болады. Немесе 1-мен 2 істесе болады. Және бұл жерде бала 1-ді істемей, 2-ні істеп кетсе жарамайды, мүлдем есептелмейді бал. Немесе 1-ді 3-ді істесе де 3 вообще есептелмейді. 1 есептеледі де, 2 оныстақ жоқ, 3-те есептелмейді. Өйткені оның ортасына 2 қап қойды. Сол сияқты. Ретімен болу керек. 1 болса, барлығында 1 болып шығу керек. Егер бала үлгеріп жатса, 1-мен 2-ні алса, доказса 1-мен 2-ні алып шығу керек. Мәселен, бала 1-мен 2-ні осы муфта, осы стойка үшін толық істеген болса, ол осы үшін ұпайын алады. Ал мына жақта үлгермей қалса, бұл жақтан ұпайларын аламайды. Яғни, сіздер ойлаңыздар, бас сарапшылар, жетекшілер, балаға максималды бал алып беретін не ойлап тауып айтуларыңды көмек беру керек балаларға. Так, сен мынаны істесең, мынандай бал. Мен өткенде жібердім оны. Сендерге қалай бағалайтын балын бәрін жібердім ортаға. Барынша соған қарап отырып, өздерің стратегия құрыңдар.
Так, қалай істесек көп балл жинаймыз деген сияқты әңгіме. Соны ойластырып істеу керек. Оны енді жетекшінің құзыретінде, жетекші өзі балаға айтып үйрету керек, түсіндіру керек. Кеше республиканскийде дәл солай болды. Стратегия құрдық ол жерде. Дұрыс ойлап, дұрыс істей алғандар орын алып кетті де, осы дұрыс не алмай, баласына дұрыс бағдар бермегендер олар қалып кетті. Сондықтан мына жерге жақсылап қарап, бағдар беріңіздер дұрыстап балаларға. Так, мына схема бойынша жалпы мынау траектория шеруі. Бұл жерде мына схема былай сызыңыздар, қараңыздар. Мынандай стрелка көрініп тұрса, демек бұл кросстың мына жақта пиктельдер, мына жағы сварка, мына стрелка жағы ол пиктельдің коннектордың басы. Яғни біз кросстардың артына адаптерлер қоямыз, осы адаптерлерге апарып кіргізіп қою керек балдар. А мына жағы сварка болып уже кетеді былай қарай кабельмен. А мына жерде қараңыздар, стрелка жоқ. Өйткені муфтаның ішінде мына жақтан келген кабельмен мына жақтан келген кабель екеуін бір-біріне сваркалайды. Все болды. Санап көрсеңіздер, мына әрқайсысына бірінші деңгейде 8, екінші деңгейде 8, анада 8 қоссаңыздар бәрі 24 шығады. Енді БД-ға келген кезде қараңыздар, БД-да екі жақтан кабель кірген да, көрдіңіздер ма? Мынау муфтадан келіп кіріп тұр бір кабель, екіншісі мынау FT-ден келіп кіріп тұр. Бұл жерде демек мына схемаға қарасаңыздар, міне мына схемаға қарасаңыздар, БД-ны қараңыздаршы, міне мына жерде. Міне FT-дан келгені, анау кәдімгі муфтадан келгені. Сонда 24, 24, 48 сварка бар мына жерде. Міне мына жерде көрсетілгенде 48 сварка онда қалай? Мына жақтан келгенде 12-сі кроссқа қарай шығып тұрады мына жақтан келгенде, ал 12-сі прямой мына қарай өтіп кетеді мына сваркамен. Мынаның 12-сі ол да мына жаққа шығып тұрады. Сонда мына жақтан келген 24-тің 12-сі шығып тұрады деген сөз ғой мына схемада. Міне мына жақта 12-сі тұрады, 12 порт. Мына жақта да 12 порт тұрады. А қалған мынадан қалған 12-сі, мынадан қалған 12-сі бірін-біріне сваркаленіп прямо өтіп кетеді. Осыны мына жерде түсіндік па соны нәрсені? Мына жерде соны түсіне алдыңдар ма осы жерде? Қазір бізде 2 минут уақыт қалды. Zoom-ды қайттан жалғастырамыз ба, жоқ әлі асығыстарыңыз, бір жаққа кететіндеріңіз бар ма? Не қылса, тапсырманы келесіге арға жалғастырсақ болады, келесі күні ма? сөйтейік та, аны қазір 4:30 кету керек маған. 4:30 болды қазір сағат. Мен қазір міне 2 минуттай қалды уже бітуіне Zoom-ның. Мұнда осымен тоқтата тұрайық. Ертең тапсырма қайттан оралайық. Енді соттан тапсырманы түсініп алу үшін сіздер өздеріңіз қарап жақсылап, өздерің танысып алыңдар жақсылап. Сосын ертең маған сұрақ қоюға дайындалыңдар. Мынау қалай болды, мынау қалай болды деп. Себебі түсінбей қалсаңдар, ертең қиын болады өздеріңе. Хорошо? Все, онда Zoom-ды аяқтай беремін онда, иә? Болды, хорошо. Давай.